Баршаңызға қайырлы күн, құрметтілерім. Сіздермен Динара. Бұл рецепт көбінесе кешкі немесе түскі ас тез дайындау үшін қолданамын. Өте оңай дайындалады. Ол үшін бізге керек ингредиенттер: тұтас бір тауық, тәтті бұрыш, пияз, картоп, қаймақ, майонез, томат пастасы, сарымсақ, ұнтақталған қара бұрыш, тұз, прованс шөптері және паприка. Тауықтың артық бөліктерін кесіп, төсін бөлу қажет. Тауықтың бетіне маринад жақсы сіңу үшін әр жерлерден осылай кесу керек. Гарнир ретінде тауық етімен қатар көкөністерді де дайындаймын. Картопты үкіштен өткізіп, ал қалған көкөністерді пышақпен кез келген пішінде кесемін. Келесі кезек маринад дайындаймын. Маринад дайындау үшін аталған барлық ингредиенттерді терең ыдысқа салып араластырамын. Дайын болған маринадты тауықтың бетіне жағып 30 минутқа қоямын. Артылған маринадты көкөністерге де қосамын. Пісіретін формаға көкөністерді және тауықты салып,
Алдын ала қыздырылған пешке 220 градуста 1,5 сағат пісіремін. Мінекей, көкөністермен дайындалған тауық еті өте дәмді және жұмсақ болып шықты. Осылайша әсемдеп отбасыңызға ұсынсаңыз болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.